Assalamu alaikum qadrli zamandaşlar. Xalqımızın kevil dünyasını bayıtып, өшпейтұғын рухи байлығымыз болып жасап атырған дәстанларымыз ең қадірлі сөз мирасымыз болып саналады. Дәстан халықтың айнасы. Дәстанды оқыр екенбіз, біз өзлігімізді, ескі тарихымызды көреміз. Халқымыздың ескі тұрмыс үлгілерін, ата-бабаларымыздың өмірін, әуледларына қалдырған бейбаха даналығын көрсетіп тұратұғын, тозбайтұғын мүлкі бұл гауһар сөзлер болып есапланады. Біз өткен көрсетулерімізде едіге дастан хақында сөз еткен едік. 14-15 әсірлердегі алтын орда уақиялары өзіне тән көркемлікпенен баянланған. Дастандағы баслы қаһарманлар едіге Нураддин атрапында қаншадан қанша образлардың, эпизодлардың шебер дөретілгенін көреміз. Сондай-ақ қиялы әпсаналық уақиялардың да араласып суретленуі менен дастан халықтың қызығушылығын, арзу арманларын оятып келген. Соның ұшында едіге дастан өзіне тән милли өзгешелікке ие, халықтың көркем дөретпесі болып бағаланады. Едігенің Сәтемір жұртына келіп, Сәтемірдің оны сынап, батыр екенін біліп, ақылды, батыр бір төре жігіт екенін, төрелігі бар адам екенін біліп, қандай іске болса да орындай алатын құдіретілігін түсініп, оны бір ауыр жұмысқа, яғни өзінің қызы Қаратин Әліптаудың қолында кеткен қызы Ақбілек Айымды құтқаруға жұмсаған жеріне келіп қалған еді. Міне сол жерде хақиқатында да бұл лайынша айтқанда дәу араласқаннан кейін тап үш жерден бастап әпсанауи ертекілік мотив басылады. Бұл бір жағынан дастанның көркемлік эволюциясын, реаллықтан қиялға, қиялдан реаллыққа, қиялы суретленумен, қиялы фантастикалық, фольклорлық, мифлік суретленумен, реалистік суретленулердің араласып келіп отырғанын көрсетеді. Екіншіден дастандағы тарихи шындықтың ескірген формасын, яғни тарихтың жаңғырығына есілдеді. Тарихтың ұмыт болған жерлерін көрсетеді. Айтайық, сонда Қаратин Әліптау. Қаратин Әліптау бұл бір жағынан өзінің жәрдеміменен, Әмір Темірдің жәрдеміменен, Ақ Орда тақтына шығып, кейінелап бүткіл Алтын Орда тақтын иелеу ниетіне беріліп, Сәтемірден қол үзген, жақсылықты білмейтін, жақсылыққа жаманлық қайтаратын, тегі, пәс, ұзақты көре алмайтын ел билеушісінің образын осы Қаратин Әліптау арқылы береді. Ақбілек образы арқылы жаңағы Тоқтамыстың құллығына кетіп қалған халықты қайтадан Тоқтамыстың торына түскен халқын, Сәтемірдің бұқарасын құтқару мәселесі хақында кетіп барады. Алыста болса базар барарым, жақында болса сорарым, барсам келсем базарым, Ақбілек атлы шырағым, жау алдында шырқырап, жылап кетті ғой нашарым, сол жоғымның ізінен барасам ба шырағым, бармайсам ба шырағым дейді. Қарам, сөйтіп жырлаған жерлерде осы мәнін түсіну керек. Едіге дастанды оқып отырып, оға да бай сөзлік құрамға ие нақыл мақалларды, шешенлік сөзлер һәм мәнілі сөзлерді көплеп ұшыратамыз. Дастанда сөз етіліп жүрген айрым қатарлар халқымыздың сөз өнерінің терең мирасларының бірі сипатында да ауыздан ауызға өтіп, халық толғауларындай болып айтылып жүргенін байқаймыз. Атам күйеу болған жер, анам келін болған жер, иіліп сәлем берген жер, сазандайын тіркесіп, сап азамат өскен жер, кіндік қаным тамған жер.
дастан бастан аяк ушундай көркем сулуу катарлар менен, терең мазмунга ээ сөзлөр менен безетилген. Енді бұндай тарихи шындықтар әлбетте көркем сөз, құдіретімен жаңа айтқандай тымсаллап, символикалық, аллегориялық беруде, теңеулер арқалы, метафоралар арқалы беріледі көпшілік жағдайда дастанда. Теңеулерге, нақыл мақалларға, метафораларға, эпитетлерге дастан жүдә бай. Міне біздің қасымда жас шырағылар отырды, Саламат Аяпов, hem Zinedin Nureddin деген баламыз, Бақбергеннің шәкіртлері көпшілігі, яғни бүгінгі Қарақалпақ жыраушылық өнерінің көрінісі әм келешегі бұлар. Міне сол әзір жас шырағыларымыздан тыңдап көруіміз мүмкін. Нуреддиннің еділ жұрттан 14 жылдан кейін атасын іздеп келген жерлердегі көрініс эпизод сөгетілейтін орынлар. Маң басқан, шудаларын шаң басқан, қаранарымды жойттым деп атасын жоқ іздеп келген уақытта мен жоқшыман деп атасын қаранарға теңеп метафоралық сөгетілеу беріп тұрған жері дастандағы сөгетілеудің ең бір жоғары шоққылары. Еділ менен жайықтан, боқтергелі адыдан, Нұраның қара құмынан, Ноғайдың толы жұртынан жоқ қылдырып келімен. Маң басқан, төрт аяғын тең басқан, шудаларын шаң басқан, өркешлерін қой басқан, қаранарым жойттым, соны іздеп келімен. Көрген білген бармысаң, адасып еді атасы, сорлы атасын көр алмай, бозлап қалды ізінде, бауыршын жалғыз ботасы. Мен жоқшыман, жоқ қыдырған жоқшыман, ойл менен қиылдан, қарғалы елек бойынан, Құмкент деген қаладан, сары тауды жайлаған, кекіре басын керт отлап, кетпен құйрық қойымнан, мүйізлері шығыршық, қойма қошқар шаптырмас, сүйінші айтып қыдырдым, дәрегі маған таптырмас, Қошантайым атасы, ай мүйізлі қара қошқар жойылттым, бұны іздеп шығып ем, көрген адам бармысаң? Шынысын адасып кетіп еді атасы, қой жамырап келгенде, жеккешілік дәртінен, жалғызлықтың жәбірінен сорлы анасын таба алмай, әр саулықты бір түртіп, жалғыз болып маңырап жүр, ол Қошантай баласы. Мына қараң, ата менен баланың ұшасқан жері. Рахмет балам. Міне жаңа Зинеддин айтқан Нуреддиннің қаранар деп отырған, ямаса ай мүйізлі қара қошқар деп отқан сүрөтлеулерінен жырау бақсылап тыңдаған кексе әулет Ә дегеннен ақ бұл сүрөтлеулердің едігеге тиесілі екенлігін, жыраудың едігенін дұшманлап отырғандығын дәрхал түсінеді. Дастандағы шиеленіскен уақиялар барған сайын өз шешімін тауып бара береді.
және де тереңірек мәнідегі бір-біріне ұйқас ырғақлардың сәйкесленуі оның көркемлігін арттырады. Біз бұны жырауларымыз жырлаған уақыттағы толғаулардың тыңлаушыларды толғандырып зауқлы сезім бағышлай алатұғын бір құдіретлі күш барлығына сенеміз. Себебі сиқырлы саздың да, гауһар сөздің де тәсірге ие екенлігі табиғи халат. Еділ қайда, ел қайда, жайық қайда, су қайда, жалаң аяқ сорлыға тікенексіз жол қайда. Бұл қатарларда Нураддин әкесі едігені ізлеу себеплері һәм жолда көрген қиыншылықтары баян етіледі. Еділдің қара сулары, толықсыр мекен ымықта, жайыққа кеткен екі нар, айланар мекен жуықта. Бұнда едігенің хаялының едіге менен Нураддинді жоқлаған аянышлы уақиялар суретленген болса, ал дастандағы батырдың жол азабынан қиналу жағдайлары мынандай қатарлар менен беріледі. Дария тасқын, су толқын, өте алмадым таяулап, ауыл алыс, жер шалғай, жете алмадым жаяулап. Дастандағы ұнамлы қаһарманлардың сағыныш сезімлері, туылған жерді қадірлеу һәм тағы басқа да мейірім шәпәтлік пазилетлері жүдә көркем қатарлар менен сөз етіліп, тыңлаушыны өзіне тартары анық. Ане 14 жылдық айлықтан соң перзентімен көрісіп едіге. Оу, мынау 6 айлық іште қалған жалғызың Нұраддинге ұқсай ма? Оу, Нұраддин бедің сен десем, атаң едім мен десем, жарылып кетер жүрегі, бұзылып кетер жүрегі. Жаңа көрген уақытымда көрмегендей болар ма? Кел, оннан бұл баланы перзентімді әсте ағырықпен өзіме тартып алайын деп, қане едіге батыр Нұраддинге қарап сөйледі ол. Asmanda gavhar, жұлдызым амаған етен, бармедім ноғайды айтқан, тіліңнен еділді көрген, көзіңнен құм кетті айтқан, сөзіңнен менде дәлең айлансын әйе. Senler aman, biz aman bulmağay bende, zil jaman aynanayın, şırağım mınağın aytkan, sözüne sadaka bulsam özüne neyim. Mən baskan tört ayağın, ten baskan şu dağların, şan baskan ürküşlerin, may baskan karha uzun, karnı gen karanardı, joy yutsan joytkan yolun, bende de altın vida, boynumda sollatandı, kör almay buzlay kalan, bu vuruşun botanbaydın, sende de tanı sayak kel dedim ey. Yoktun şimdi yoktu joytan, barmeden man baskan mengriye, özüne yeldi juzap, şöl baskan kakra basın, katlıklar katman kuyruq, şalboşkar kuyruqları, dığırışın şahları var, şığırışın aynı yüzlü, ak koşkar, joy yutsan joytan joğun bizdenin eye. Yaylı batkan жылқыдан көпсірейдің, ішінде гүлтір, кішінеген қойялдан, ішілеген тап
шақпақ жалы, торайғырдан айырылсаң шаппай желмейін, айырылсаң жойқан жоғымыз деді. Mezgil bolganda Koşamrat kelgende her sağlıkta bir törten sorlatаңды tabalmay жалтан қалған koşantay menin sen dedi. Koyup ketip edim o atımdı 6 aylık hamladar işte kalgan жалғызым Nuradım bedin sen dedi. 14 yıllık kaybın yedim men dedi, körseyi kel dedi, tansayıp kel dedi. Yerler aman, cürt aman, anda жалғыз sen aman, munda жалғыз men aman, 14 yıllık kaybın yedim men dedi, Nuradım bedin sen dedi. Buna gapты aytkanda at üstünde Nuradım oturalmay kalayı kadın taşlap kuladay. Perden yaman derteken taht üstünden yedige perdendi yerge түсірмей жуырып barıp kasına karşı algan soğan. Bağırına basadı, koltuğuna kısadı, gözünün yasını tögedi, her betinden tosalıp. Mağlayınan cüksüyüp gözünün yasını tögedi. Жалғызым aman yesin de ve yakıydı sevey жыладай. Жүрек бауырды ел жіберетіп жіберетін қатарларды өзімді көріп тыңладық. Оның бәрі сөздің күші. Дастандағы сөздің құдіреті. Сөздің көп мәнілігі. Сөздің орындарында қолданғаны. Бұндай метафора ма, метафоралық сөйлеу ме, теңеу ме, эпитет пе, дәстүрге қайталаулар ма, салыстырулар ма, аллитерация ма, дастанда толып отырған осындай көркем сөздердің үлгісін көруге болады. Мұны айтқан Саламат ініміз жырлаған мен қаржыға сен лашын, біздер Қошқар сен қозым, мен қаранар, сен бота, тірібенде көрсер, бозлашалы жалғызым деп тұрған жерлер. Ямаса теңеулер, салыстырулар, Рүстем көбі айбатлы, сұймырықтай сымбатлы, арбадан кең көкіреклі, арыстан жуан білегі, айғырдайын шайнасты, борадайын шайқасты, қошқардайын дүгісті, қораздайын жұлсы, текедейін тіресті, аллитерациялар басқада. Қайнатқан темір спетлі, аяқлары маладай теңеулер, құлақлары қалқандай, қоллары бар жабадай, бай баласы байға сар, байлаулы тұрған тайға сар, бей баласы бейге сар, биік тауға сар, құл баласы құлға сар, құлағы кесік итке сар, құс төресі қу еді, құладын құстың құл еді, құладынды қайтарып қуылды жүреді, қалпелігі қаншелі, құладынды қашырып, жауатығын бұлттай жетіп келді Нұрадын дегендей сөйлеулер сол дастанның бүткіл басынан ақырында осындай көркем безеклермен берілген. Едіге дастанның қосық құрылысы нама ырғағы жырау тарапынан атқарылу жағынан жоғары бағаланып келген. Себебі дастанда бір-бірінен ағыла қобыз намалары менен мазмұны терең ұйқасығы сұлу нақыл-мақалға толы даналық сөзлер халқымыздың асыл әдеби сөз мирасы болып қадірленеді.